Филиппов мырза тиісті нұсқауларды жеткізді. Жекпе-жегіміз басталуға жақын. Манарбек Әсембай, Елшат Дәуіров. Елшаттың аяқ алысы көрдік, кәсіби деңгейдегі. Мінекей Дәуіровтың дәл соқсы қазір Әсембайдың жекпе-жекке құрып шыққан. Әсем жоспарына біраз өзгерту енгізуге сәл-ақ қалды. Әсембай атқа шегіне жүріп қазір енді сақтықпен қимылдауға көшті. Дауыровтың дәуірі жүретінде сыңайлы, бұндай ұмтылыстарды егер сенімді түрде жалғастыра беретін болса. Елшат. Да, очень уверенно сокращает дистанцию. Манарбек выбрасывает оверхенд, но немного растерян. Боится синего угла, и это заметно. Дауров! Отличный боковой. Хайкик доставил и пошел вперед. Теперь уже Манарбек Әсембай. Он понимает, дальше ситуация будет становиться только сложнее, но никакого контроля нет. Уже есть захват, оформлен, точнее, захват в одну ногу. Но после этого опять возвращаются в стойку бойцы. Размашистые удары от Әсембая не доставляют никакого урона. Опять в разносторонних стойках. Короткий боковой от Әсембая. Здесь другой темп, нежели в первом поединке. И Елшат, фронт-кик от него. Право прямой от Әсембая. Каждый раз идет теперь уже вперед, как только выдается возможность. Местный боец пробивает колено. Опять очень легко Дауров разрывает клинч, очень легко уходит на дистанцию. Пошло сближение, и Дауров дважды пропустил. Нағыз қиян кескі соққа алмас. Тіземен қазір секіре барып Дәуіров дәл тепті. Тағы да міне мына тұста қазір енді Елшаттың дәлдік танытатын сәті жиілей түскенде. Жойқын соққы бірнеше мәрте Әсембайдың қорғансын бұза жараны салан дәл тапты. Ну что, она пропускала Әсембай, но при этом даже бровью не повел. Енді физикалық тұрғыда мығым Манарбек және жергілікті жанкүйерлердің қолдауы оған қанат бітіретін сөзсіз. Тағы да Дәуіровтың соқсы. Қалай мына соққыларды көтере алып жатыр Манарбек. Тамаша. Қарусыздандыру керек болды. Елшатта. Енді қолына ауырту тәсілін жасауға көшті. Манарбек Әсембай бұл әдістен ақырына дейін жеткізе алама. Қарсыластың екі қолын аяқтың ортасына алды. Енді нет никакой защиты, Әсембай просто будет принимать удары, но Дауров выползает. Тамаша. Из-под соперника. Опять двоечка, вновь прямые удары. Елшат это прекрасно видит. Более комфортная для него дистанция, рычаги подлиннее. Жаңа өте бір қауіпті сәттен шықты. Енді Манарбектің құлаштай соққан соққылары бара-бара ауа қармап қалуда. Тағы да бір ұмтылыс бар. Қарсыласты жайғастырды партерге. Енді Манарбектің қазір қысымды күшейтіп, тағы да бір әдістің шетін шығарып көреді бәлкім. Ал Дәуіров бағанағы қарқын жоқ. Қысылтаяң сәтке түсіп тұр. Қалай өте ыңғайлы отырып алды Манарбек. Қарсыласын бұлтартпастан, қазір қысқа қашықтықтан жауапсыз соққыларды жаудыруда. Дәуіров қорғануға мәжбүр. Дауров переворачивается и за счет этого свипа и спасается. Но спасается ли Әсембай? Набрасывает удар, Дауров перекрывается. Елшат молчит, нет никакой защиты, пропускает ногу. И не отпускает Әсембай. Төреші жіті бақылауда. Да, по-моему, можно останавливать. Но дальше бомбардировка. И боец из Өскемена празднует победу. Аяқталды. Меніңше кішігірім камбэк жасады деп айтуға болады. Манарбек өте
раундтың басында қандай қауіпті соққыларды өткізіп алды. Қорғанысы бір сызат берген еді. Дегенмен Манарбек Асембай бар күш-қуатын қайта жиып, қарсыласты қарусыздандырып, соңында жауапсыз соққылардан бас көтертпестен жойқын жеңіске жетті. Өз жанкүйерлер алдында құттықтаймын. Ну что, all or nothing от Асимбая, который, правда, был шокирован этим стартом, где Ельшат начал сокращать дистанцию, работать постоянно серийно и перестроился, нашел выход, перевел таки соперника, закрепился и, самое главное, сделал все как нужно. Ну что, поздравляем с победой Манарбека Асимбая. Тем более это местный боец. Огромное количество болельщиков, которые поддерживают его и Ильшат Дауров. Здесь нет никакой вражды абсолютно. Это только спорт, это только противостояние сильных, это только шанс узнать, кто сноровистей, кто более качественно умеет работать в партере. Ну что, ждем официального объявления. Birinchi rauнд 4 minut 21 sekundda to'xtatildi. Texnikалық nokautpен jengіске жеткен alangning ko'k burchi Manarbek Asembay.